Сәлем Түркістан. Менің есім Аят Азимов. Қазір енді мынау Global Coffee'ні білетіндер бар ма Түркістанда? Бағана айтылды ғой, Тараздан келгендер, Астанадан келгендер, Қызылорда, Алматы, баршаларыңыз білетін шығарсыздар, қол шапалақ ұрып қойыңыздар. Бір рет болса да бізден кофе ішіп көрген шығарсыздар. Қазіргі таңда Global Coffee бүкіл Қазақстан бойынша 300-ден астам бізде кофеханаларымыз бар. Шымкенттен бастап Жаңақорғанға дейін, Шиеліге дейін, мысалы, Жаңаөзенге дейін, барлық бүкіл Қазақстанда бар. Одан басқа біз жақында Өзбекстанға шықтық, Грузияға шықтық, бірақ рахмет. Бірақ 10 жыл бұрын Global Coffee бұл жай ғана менің басымдағы бір идея болған. Бүгін мен сіздермен ауқымды идея туралы сөйлескім келеді. Идея қайдан пайда болады? Неге мыңдаған идеяның ішінен тек санаулысы ғана өмірге келеді? Сіздер жақсы көретін Global Coffee'де бір кезде менің басымдағы бір жай ғана идея болған. Мен Global Coffee барлық жерде болса екен деп кезінде армандағам. Міне сол идея мені осы сахнаға бүгін алып келді. Рахмет. Я чуть волнуюсь. Идея бұл сиқыр емес. Идея бұл ұшқын. Жер бетіндегі ең нәзік нәрселерден бірі. Сіздер өзіңіздер білесіздер ғой. Күнде ойыңызға мыңдаған идея кіріп шығады, бірақ көбесе біз оларды іске асырмаймыз. Мен бүгін сіздерге екі оқиғаны айтып бергім келеді. Біріншісі ол шаң сорғыш туралы, екіншісі кофе туралы. Баршаларыңыз білетін шығарсыздар Dyson деген фирманы. Dyson фирманы білетін шығар енді қыздар. Оның артынан енді ер жігіттер білетін шығар, өйткені маған Dyson сыйға тарт деген сөзді әркім естіген шығар, енді әр ер жігіт. Бірақ Dysonның мынау тарихы негізінде шаң сорғыштан басталған. Джеймс Дайсон 70-ші жылдары Англияда 15 жыл бір шаң сорғыштың прототипінің үстінде жұмыс жасаған. 5127 рет қателесіп, 5128 рет дұрыс прототипті тапқан, оны Жапонияға сатып, осы бір жетістіктерге жетіскен. Енді қазір баршаларыңыз осы Дайсонды білесіздер. Бірақ оның бәрі бір идеядан басталған Дайсонда да. Идея бұл жай ой емес, басқалар көрмеген жерден байланыс көру. Ойдан өнімге дейін 15 жыл кеткен. Идеясы, Дайсонның идеясы ішінде қалып кетпеді. Ол сол өзінің идеясын іске асырды. Идея іште қалып кетпеу керек. Идеяның екі тыныш өлтірушісі бар. Ол біріншісі ұят. Өздеріңіз білесіздер, егер бір идея келсе, ол идеямыз әлі шикі болатын болса, біз қалай ойлаймыз? Оны адамдарға көрсетуге ұяламыз. Дайын емес, кейін көрсетем деп ойлаймыз. Екіншісі осы кейін істеймін. Прокрастинация деп айтамыз ғой біз. Бір идея келетін болса, біз ойлаймыз, уақыт келген жоқ әлі, кейін істеймін, дайын емеспін деп ойлаймыз. Бірақ егер идеяңыз дұрыс болатын болса, сіз өзіңіздің идеяңызға сенетін болсаңыз, сіздер әлбетте сол идеяны іске асыруларыңыз керек. Dyson тарихынан өзімді көрдім. Мен шетелде оқығам, LC International University деген университетте Business Administration мамандығын бітіргем. Сол кезде 2009-дан 2013 жылға дейін мен сол жерде оқыдым. Сол жылдары біз ол жерде күнде кофе ішетінміз, кофеханаларда. 2014 жыл мен Шымкентке қайтып келген кезде кофеханаларды жиі көрмейтін едім, кофе іше алмай қалдым. Содан соң маған сол идея келді. Ол мынау осы сала бос екен,
Шымкентте осыны бастауға болады деп өзім ойладым. Бірақ маған да ол идея жүрмейді, 500 теңгеге капучино ешкім ішпейді деп айтқан. Көп адамдар болды енді. Ол кезде 200 теңгеге бір растворимый кофемен самса алуға болатын еді. Шымкентте сондай болған енді. Бірақ 10 жылдың ішінде қазір Шымкент болсын, Түркістан болсын, біз кофе ішуді бастадық. Сол кезде менің ойлағаным, неге осыны жасамасқа деп ойладым. Содан кейін идеяны ойластырып, бірінші кофеханамызды аштық. Менің арманым әр қалада, әр көшеде, әрбір адам біздің кофеміздің дәмін татып көрсе екен деген оймен жүрдім. Әлбетте мен мысалы серіктерім болсын, достарым болсын, солармен бөліскен кезде, мысалы басқа қалаларға шығамыз, басқа елдерге шығамыз дегенде, маған ешкім сенген жоқ. Менің идеяма сол кезде ешкім сенген жоқ. Өзімнен басқа, әрине. Егер сол идеяны кейінге қалдырсам, Шымкентте мысалы Global Coffee болмайтын еді. Мен де осы сахнада бүгін сіздердің алдарыңызда шықпайтын едім. Кім біледі, бәлкім. Сіздер басқа кофе ішетін едіңіздер. Сондықтан бүгінгі шақыруым сіздердің алдарыңызда қарапайым. Менің осы тарихым және Дайсонның тарихы екі бөлек оқиға, бірақ бір қағида. Идея сиқыр емес, идея бұл сұрақ және әрекет. Соны бүгін өзіңіздің идеяңызды табыңыз. Бір қадам жасаңыз. Қолымнан келеме деп ойламаңыз. Ауқымды идеялар жасаңыз. Адамдарға пайда әкеліңіз. Сіздің идеяңызда біреуге мүмкіндік беру мүмкін. Рахмет.